Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте әдемі, жұмсақ, ауызда еритін, қытырлақ болып шығатын күнжіт қосылған печенье дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Печеньені жасамас алдын 10 минут бұрын тоңазытқыштан шыққан сары майымызға құмшекер және тұзымызды салып, жақсылап көлем жағынан ұлғайып, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Бір жұмыртқамызды қосып, толықтай араластырамыз. Сонан соң 1,5 ас қасық лимон қышқылын қосамыз. Ұнымыз бен қопсытқышымызды өзара араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға құрғақ қоспаларымызды електен өткізе отырып қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Соңынан күнжітімізді қосып, күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, пергамент қағазының бетіне кіші қасықты толтырмай, осылай салып шығатын боламыз. Және де ара қашықтығын сақтағандарыңыз дұрыс, себебі печенье піскен кезде көтерілетін болады. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 20 минут пісіріп аламыз. Мен бір кіші қасықты қатты толтырып жасағандықтан мен печеньелерім көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалған. Және де көлем жағы өте үлкен болып кеткен. Сол себепті менің қателігім қайталамаңыздар. Екінші рет печеньелерді пісірген кезде мен кіші қасық толтырмай салдым. Олар әдемі біркелкі болып пісті. Осылай жасауларыңызға кеңес етем. Өте дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде дәл осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.